бүгін сабағымыз 57 сабақ екі жиынның бірігуі және қиылысуы дейді. Зерттеу диаграммаларға қара дейді. Е және К жиыны, Е және К жиыны. Е және К жиындарының бірігу операциясы. Е және К жиындарының элементтерін ата. Әр жиынында неше элемент бар? Е және К жиындарының ортақ элементтері бар. Егер бар болса, олар қандай элемент дейді? Балалар қараңыздар. Біріншісі, Е жиынына көк, жасыл, қызыл, тік төртбұрыш, күлгін, сары, шеңбер осылар жатады екен. Ал К жиынына күлгін, сары, шеңбер, көк, шаршы жатады екен. Ал Е жиынына 5 элемент бар екен, К жиынында 3 элемент бар екен. Е және К жиындарына ортақ элементтер күлгін және сары, шеңбер екен, е? Ал екінші зерт балалар, диаграммаларға қара дейді. М және О жиындарының қиылысу операциясы дейді. Балалар, мына қараңыздар екіншісі. М жиынына Б, А, Р, С дегендер екен, е? Әріптері жатады екен. Ал 5 элемент бар екен бұл жерде. 0 жиынына, О жиынына Б, Ү, Р, К, Т жатады екен. 6 элемент бар екен. Ортақ элементтер Б және Р екен, е? М жиынына тиісті А, С екен. О жиынына тиісті К, Т екен, е? Міне. Енді балалар, үшінші есеп. Диаграммаға қара, сұрақтарға жауап бер. Баянауылға барды, Қарқаралыға барды дейді. Баянауылға кімдер барды? Қарқаралыға неше бала барды? Баянауылға кімдер барды дейді. Баянауылға Алуа, Қайрат, Зере барған екен, е? Қарқаралыға неше бала барды дейді. Диаграмма бойынша өзің сұрақтар қой дейді, балалар. Балалар, қараңыздар нәтижеге. Қарқаралыға барды. Дархан және Айнаш барды екен, е? Диаграмма бойынша өзің сұрақ қойды. Балалар, Баянауылға неше бала барды деп сұрақ қоямыз, е? Ал Қарқаралыға кімдер барды, е? Үстіп сұрақ қойсақ болады екен. Төртінші есеп. А диаграммаларға қара, ол жиындарының бірігуі және қиылысуын тиісті сандарды ата дейді. Төртінші есеп. А жиынына 30, 40, 50 екен, е? В жиынына 40, 16, 57 екен. А және В жиындарының бірігуі тиісті сандар 30 және 50, 40, 16, 57 екен, е? Міне бірігу дегеніміз, балалар, мына жерде бірігіп тұр, е? Осылар. Берілген жиындар элементтерінің атауларын салыстыры. Осы жиындарды бірігу және қиылысу диаграмманы құр дейді. Таулар жиыны Қаратау, Зеренді, Мұғалжар, көлдер жиыны Зайсан және Зеренді, Балқаш, е? Міне балалар, Қаратау, Мұғалжар, е? Таулар жиыны. Ал көлдер жиыны Зайсан, Балқаш дейміз, е? Қиылысу Зеренді деп жазсақ болады. Үстіп жазсаңыздар болады екен. Қиылысуын. Теңдеу жүйесі дейді. Ал 5-ші есеп 60 алу x тең 24 дейді. X қосу 15, 82 дейді. Осыны шығарып көреміз енді 5-ші есепті. 60-тан аламыз x тең 24 болады екен. X тең 60-тан алсақ 24-ті 36 болады екен. 60 алу 36, сөйтіп 24-ке шығады екен, теңдік 24 болады екен. X қосу 15 тең 82 дейді. X тең 82-ден 15-ті алсақ 67 шығады екен. 67-ке қоссақ 15-ті 82 шығады екен, е? Теңдігіміз 82 екен. Енді 6-ші есеп. Өрнектерді құр және оларды мәнін тап дейді. Міне балалар, 90, 63, 48, 23, 34 деп тұр, е? Міне 60-тан аламыз 48-ді, оған қосамыз 23-ті, тең 65 болады екен. 63-тен аламыз 48-ді, қосамыз 34-ті, 49 шығады екен. 29 қосу 36, одан 19 алсақ 46 болады екен. 54-ке қоссақ 36-ны, одан алсақ 47-ні, 43 шығады екен, е? Балалар, қолдарыңыз босақта черновикке алып шығарып көріңіздер болады, асықпай. Енді балалар, 7-ші С қосу сөзіндегі алды азайту сөзіндегі әртүрлі әріптерден жиындарды осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммасын құр дейді.
бұл жерде балалар қараңыздар, қосу, қ-о, бірігу, у деп тұр, иә? Азайту. С және Д жиындарының бірігу диаграммасы. Міне, өйстіп диаграмма құрсақ болады екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар.